Сильвестр Сталлоне ол жай ғана танымал кино жұлдыз емес. Ол көптеген адамдар үшін ешқашан қайта оралмайтын балалық шағының, сол дәуірдің бүтін бір бөлшегі іспетті. Оның фильмдерімен түгелдей бір ұрпақ өсті деуге әбден болады. Ал Рокки мен Рэмбо сөздері әрбір адамға жаттанды аңыз атауға айналды. Осынау күшті, ерекше түрімен тығыршықтай денелі азаматсыз Голливудты толық таныстыру мүмкін емес. Миллионер, актер, продюсер, сценарист, сүйікті күйеу және Асқар Тәуәке. Жалпы бұл тізімді әлі де жалғастыра беруге болады. Ал осындай жетістікке жету оңай ма? Әрине жоқ. Бұл жігіт жетістігінің бастауын сонау төменнен, тіпті оның жағдайында жетістікке жетудің мүмкіндігі көбімізден де нашар деңгейде болған. Жанары мұңды бұл баланың өмір жолы ауыр басталды. Айналасы түріне қарап үнемі мазақтайтын еді. Алайда қиындықтың бәрін жеңген, ерік жігермен мақсатына деген айнымас ниетінің арқасында әлемді мойындатып, бүгінде бренд болған оның өмір жолы баршамызға үлгі, тыңдауға тұрарлық оқиғаларға толы. 1946 жылы 6 шілдеде Нью-Йорк қаласында Италиядан көшіп келген қарапайым шаштараз Фрэнк пен Жаклин Сталлоне отбасында тұңғыштары дүниеге келді. Туылған сәтінде-ақ өмір оны жағымсыз жаңалығымен қарсы алды. Нәрестенің кемшін дауысы мен сол жақ бетінің салданып тұрған кейпіне қарап, акушерлер шошына таңданған екен. Әкесі Фрэнктің жағымсыз мінезі, қаталдық пен әйел құмарлығымен аты шықса керек, жамандыққа толы Нью-Йорк көшесінің әсерінен болар, ұсқынсыз ұлын бірден интернетқа өткізіп жібереді. Яғни, ата-анасына аса қажет болмаған. Бейшара бала 5 жасына дейін ата-ананың мейірімі мен жылулығын көрмей арнайы интернетта болады. Анасы әкесімен толық ажырасқаннан кейін ғана Сильвестр өз үйіне оралады. Анасы екінші рет жергілікті пиццерия қожайынына тұрмысқа шығады. Алайда өгей балаға ол жерден де бақыт бұйырмапты. Көшеде де ешкім оны жақын тартқан емес. Себебі оның салбыраңқы көзі, жымырылған ернімен біртүрлі итальяндық акцентіне қарап, жұрттар үнемі кемсітіп мазақтаумен болатын. Бала болса да ол көшенің жазылмаған заңдарын ерте түсінді. Мұнда әркім тек өзі үшін. 7 жасында дәрігерлердің шешімімен оны ақыл-есі кем балаларға арналған мектепке жібермек болады. Алайда анасының жанкештілігінің арқасында кәдімгі орта мектепке қабылданады. Десе де мектепте де жетіскен өмір күтпепті. Нәзік денесімен ұсқынсыз түріне қарап, италиялық әлсіз баланы бәрі басынатын. Бірақ өзін қорғау үшін күшті болмаса да шамасы келгенше есе жібермеуге тырысып бағады. Ол мектеп бітіргенше 10-ға жуық оқу орнын ауыстырыпты. Бұзықтығы мен нашар оқу үлгеріміне байланысты мектептер бұл баладан құтылуға асығатын. Сөйтіп жүріп, мінезі қиын жасөспірімдерге арналған колледжге түседі. Сильвестрдің сыныптасы ол туралы: "Біз одан жарқын болашақ күткен жоқпыз. Өмірдің соңына дейін түрмеде жүрер деп ойлайтынбыз", дейді. Сильвестр қатаң тәртіптегі арнайы оқу орнында жүріп, қалай да өзін мықты жағынан көрсету керегін жақсы түсінеді. Осылайша спортпен айналысып, жаттығу залына жиі барып, кейде театр қойылымдарында рөлдер ойнайды. Көп ұзамай міндетті шаралардың бәріне қатысуына тура келеді. Әрине, бастабында оған ұнамаған рас. Дегенмен оқытушылар мен ұйымдастырушылардың ризалығы, өнеріне деген олардың құрметі Сильвестрдің жанына жағады. Үздіксіз жаттығулардың арқасында денесін жетілдіріп, бойына сенім мен күш жинаған оған бұрынғыдай кім көрінген мазақтау түгілі беталды қалжыңдамайтын болады. Дәл осы кезде өмір оған жаңа мүмкіндіктер сыйлайды. 1967 жылы 20 жасар жас әртіске Артур Миллердің қойылымында басты рөлді сомдау бұйырды. Сол күні көрермендер мен әріптестерінің ыстық ықыласына бөленіп, өзгеше өнері көпке дейін айтылып жүрді. Соған қарағанда өз рөлін жаман алып шықпаса керек. Алайда уақыт өтті. Сильвестр оқуын бітіргесін түрлі салада ізденуіне тура келді. Зоопаркте арыстандарды тамақтандырды, ақша тігіп карта ойнады. Десе де оның түпкі санасында актер болу туралы ойы жаңғыра берді. Соған орай түрлі театр сахналарына, кинокастингтерден қалмауға тырысатын. Кинокомпаниялар мен режиссерлердің артынан жүгіре жүріп, болмашы гонорар үшін кейде тегін болса да массовкаларда ойнады. Десе де өзі сияқты Голливудты армандайтын 100 мыңдаған актерлардың арасында жұлдыз болу мүмкіндігі өте аз, тіпті нөлден төмен болатын. Себебі актерлық білімімен көзге көрінетін актерлық тәжірибесі жоқтын. Бірақ Сталлоне мақсатына қарай ұмтыла берді. Бастысы арманына деген сенімі нық. 1969 жылы Сильвестр Нью-Йорктегі кішкентай ғана театрға билет сатушы болып, болмашы жалақыға жұмысқа тұрады. Осы жалақысымен біраз уақыт өмір сүрді.
Кастингтен кастингке сандалып жүріп, карьерасын жаңа бастаған Саша Зак есімді жас актрисамен танысады. Ал 1974 жылдың 28 қарашасында екеуі шаңырақ көтеріп, бір жыл өткенде Серж есімді тұңғыштары дүниеге келеді. Отбасылық шығындар артып, жас әкенің жалақысы тез таусылады. Әлі де үнемі кастингке жүргесін Сильвестр тұрақты табыс таба алмады. Әйелі оған өнбейтін іспен айналысқанды қойып, дұрыс жұмысқа тұр деп айта беретін. Бірақ Сильвестр актер болуға ерекше берілгені сонша жаттығу залына барып жүріп те кастингтерден қалмайтын. Театр сахналарында шағын рөлдерді ойнады. Оннан астам нәтижесіз кастингтерден кейін ол ересектерге арналған фильмге негізгі рөлге шақырту алады. 1,5 сағаттық жағымсыз фильмнен бар болғаны $200 гонорар алды. Пәтер жалдауға қаржысының жетіспеушілігінен әрең дегенде күн көріп, жасқа толмаған баласы, әйелі үшеуі талай уақыт автофургонда паналайды. Ал 1979 жылы екінші ұлдары аутизммен ауырған қалпы дүниеге келді. Сильвестр қалайда мол табыс табуға жетін түсінді. Бірақ ағылшынша нашар сөйлейтін, бет мимикасы біртүрлі, әрі жағымсыз резюмесіне қарап режиссерлер бұдан бастарын алып қашады. Отбасылық қиыншылықтарға қарамастан, ол әйеліне әлі де шыдай тұруын, алдағы уақытта бәрі тамаша болатынын, тек күту керегін айтады. Бірақ өкінішке орай Саша оған сенбеді де балаларын алып күйеуін тастап кетті. Сталлоне жылу мен газ, тіпті тоғы жоқ қуықтай пәтерде итін құшақтап жалғыз қалды. Көп өтпей итін сатуға тура келді. Қайтеді енді, ит түгілі өзіне тамақ жетіспейді. Оның жағдайының төмендігі сонша, тіпті жүрек жалғар тамақ үшін күндерін болмашын нәпақаға зорға өткізетін. Алайда бір таңданарлығы, жақындары теріс айналып кеткенде, бүкіл әлем оған қарсы тұрған осындай кезде де ол өзінің актер болу ойынан еш бас тартқан емес. Сол кездегі таныстар мен достарының барлығы оған тек бір-ақ ауыз сөз: жолың болмаған бейшарасың, бос қиялды таста да жұрт сияқты өмір сүр дейтін. Сильвестр өткен өмірін саралай келе, логопедтің көмегіне жүгінуді жөн санайды. Бірнеше ай қатарынан үздіксіз күндемей түндемей жаттығудың арқасында магнитофоннан Шекспирдің қойылымын, Эдгар По мен Толстойдың кітаптарын жаттап алады. Әрі оған классикалық әдебиет ерекше оң әсерін тигізеді. Осылайша мектептегі ең нашар оқушы өз бетінше сценарий жазуды бастайды. Оның осынау жаңа талпынысы өмірін күрт өзгертіп мүлдем жаңа арнаға түсіреді. Десе де түрлі кастингтерге барып мүмкіндік іздеуді әлі де тоқтатқан емес. Әртүрлі рөлдерді ойнайды. Көбінесе массовкаларда. Ол режиссер Капполаның әйгілі «Өкіл әке» фильмінің эпизодтық рөліне де өтпей қалады. Вуди Алленнің фильмінде секундтық рөлді ойнайды. Тіпті титрда аты да жазылмаған. Кейде тегін ойнауға тура келетін. Ақшаның орнына режиссерлер реквизиттен асқан 10 шақты футболканы беретін. Әбден қорлық көрген, ешкімге қажеті жоқ тастанды Сильвестр қатарынан талай күн бос пәтерде жалғыз отырып, өмірін мүлде басқа арнаға шындап бұруға шешім қабылдайды. Қалтасындағы соңғы ақшасына басма машинкасын сатып алады да сценарий жазуға отырады. Ол 16 сценарий жазады. Бірақ тек біреуі ғана сәттілік әкелді. Ол кезде Сильвестрдің өзі былай деп еске алады. Бірде теледидардан әйгілі боксшы Мұхаммед Али мен Чак Вевнердің жекпе-жегін көрдім. Сол сәтте маған неліктен жолы болмайтын, алайда сүйген қыз үшін чемпион болған боксер туралы фильм түсірмеске деген ой келді. Бұл фильмнің сценарийі бар жоғы 3-ақ күнде жазылды дейді. Ол жазған жұмыстарының барлығын Universal компаниясына жібереді. Сосын бірнеше апта тағатсыздана жауап күтеді. Көп өтпей оған жақсы хабар келді. Universal компаниясы оның 6 сценарийін қоқысқа тастапты да 7-сіне келгенде алтын тапқандай қуана қабылдапты. Дәл осы сәттен бастап Сильвестрдің өмірі жарқын жаққа бұрылған еді. Ал сәттілік әкелген сценарий әлгі Рокки туралы фильмнің сценарийі екен. Продюсер жобаға қызығып, оған $15,000 ұсынады. Сильвестрдің кейін күліп отырып еске алғанындай, ол кезде әмиянымда бар жоғы $106 ғана болатын. Бірақ мен қомақты ақшадан бас тарттым да сценарийімді $1 сатып алуын өтіндім. Тек басты рөлді өзім ойнаймын деген шарт қойдым. Олар оған келіспеді. Осылайша келіссөз еш нәтижесіз аяқталады. Голливудтың көпті көрген қулары ештеңе етпес, өз-ақ алдымызға жалынып келеді деп күткен, бірақ қателесіпті. Олардың бұл айласына Сильвестр алданбады. Ол да асықпай өз шартына келісуін күтті. Дәл 2 апта өткен соң, өткен жолғы хабарласқан продюсер оған қоңырау шалып сценарийге $100,000 ұсынады. Бірақ тағы да сәтсіз ұсыныс. Бірнеше апта өткен соң олар $250,000 ұсынады.
Бұл олардың соңғы шешімі болатын. Себебі 70-ші жылдарда бұл ақша естен тандырарлық ерекше сома болатын. Оның орнында болсақ, кез келгеніміз ойланбастан алып, өміріміздің соңына дейін шалқып жүруімізге жетер еді. Алайда Сильвестр өз шартын тағы да қайталайды. Ойлап көріңізші, үнемі жолыңыз болмаған, қалтаңызда $100 қалған бейшара кезіңізде бүгінгінің ақшасымен $1 миллион ұсынса, сізде бірнеше таңдау бар. Ақшаны алу, бірақ ешкімге танылмай қалу. Немесе ақшаны алмау, әрі танымалдылық та жоқ, ешкім боп қала беру. Әрине, олай да болуы әбден мүмкін еді. Егер кинокомпания сценарийді алудан бас тартқан болса, біз де Сильвестрді танымас едік. Ол туралы мұндай естеліктер айтпас та едік. Ол өзінің сұрықсыз өмірін сүре берер еді. Алайда ол басты рөлді сомдасам деген арманын сатқан жоқ. Кейінірек Universalдың вице-президенті Ирвин Уинклер Сильвестрге әккі қу деген мағынадағы Слай деген лақап қойды. Бұл атау талай жылға дейін оның шын есімімен қатар аталып жүрді. Ресми деректерге сүйенсек, Рокки фильміне 28 күн $900 мың жұмсалған екен. Рокки сол 1976 жылдың үздік фильм аталды. Прокатта $205 миллион табыс тауып, рекорд орнатып, қатарынан 3 Оскарды жеңіп алды. Сильвестр Сталлоне осылайша әп-сәтте ешкімге елеусіз жол болмақшы жігіттен күллі әлемге танымал әйгілі актерға айналып шыға келді. Бейшара боксшы туралы жыл сайын шыққан Рокки фильмдерінің жалғасты сериялары кедей жігітті миллионерге айналдырды. Ол Санта-Моникеден зәулім үй, көлік сатып алды. Бұл шынымен де таңданарлық жетістік. Сонымен қатар Слай әлем кино тарихында бірден 2 Оскарға, яғни әртіс және сценарист ретінде марапатталған әлемдегі екінші адам. Ал мұндай бақыт одан бұрын Чарли Чаплинге ғана тиесілі болған. Сильвестр фильмнің сценарийін бөлмесінің барлық терезесін бүркеп тастап, ең арзан темекіні қорап-қорабымен үздіксіз шегіп отырып жазған. Кейін одан осындай тамаша сценарийді қысқа уақытта қалай жазып бітіргенін сұрағанда ол: "Мен Голливудтағы 18 жылға дейін отырып бір-біріне ұқсайтын шығармаларды жазатындарға қарап таңғалам. Олар өте көп, аттарын ұмытып та қалдық. Бастысы кейіпкер мен оқиғалардың ерекшелігі" деген екен. Көп жыл өткен соң, бұрын-соңды ешкім айтпаған мынандай қызықты ақпарат тағы жарияланды. Студия басты рөлге әйгілі актер Джеймс Канды алмақшы болыпты. Бірақ Сталлоне сценарийді өзім жаздым, сондықтан басты рөлді де өзім ойнауым керек депті. Продюсер ақыры көндіре алмағасын амалсыз келісіпті. Тек бір шарт, фильмнің бюджеті $1 миллионнан аспауы қажет. Ал Сильвестр фильмнің өзі қалағанындай шығуы үшін жетпеген қаржыға ата-анасына тиесілі үйінің қаржысын салып жіберіпті. Роккидің рөліне ену үшін бокспен күндіз-түні айналысып, жаттығу залынан шықпай, тіпті ол аз десеңіз, сол кездегі чемпионмен спаррингте қарсылас болыпты. Спорт арқылы шығарған шығыршықтай денесі аңызға айналды. Себебі өз күшімен жоқтан бар жасады. Бұл нағыз мақтаныш боларлық әрекет еді. Слай өзінің кинокарьерасында боксер мен полицейді ғана емес, футболшыны, альпинисті, Формула 1-дің шабандозы болып та рөл ойнады. Ал Рокки тіптен сенсацияға айналды. ақш президенті Рейган бір сөзінде: "Егер бәріміздің бойымызда Рокки Бальбоаның сенімі, мінезі мен батылдығы болса, бізге әскер ұстаудың қажеті болмас еді", дейді. Бас айналдырарлық жетістіктерден кейін Слай кезекті сценарийлерін бұрынғыдай лашықта емес, барлық жағдай жасалған жаңа үйінде жазды. Осылайша 1982 жылы Рэмбо алғашқы қан фильмі жарыққа шықты. Бір сөзбен айтқанда өткендегі жағдай тағы қайталанды. Сценарийді қабылдайды, бірақ басты рөлге Слайды алудан бас тартады. Оның орнына Клинт Иствуд пен Аль Пачиноны, немесе Джастин Хоффман мен Джон Траволтаны алмақ болады. Слайдың көнбестігімен тағы да басты рөлді өз алады. Рэмбоның Роккиден айырмашылығы, бұл кейіпкерді Сильвестр аса ұната қоймаған. Алайда мемлекеттік идеологияға сол кездің рухын көтеретін осындай қаһармандар қажет еді. Сондықтан Слай Вьетнам соғысының ардагері Джон Рэмбоны ойлап тапты. Рэмбо сөзі жапон тілінен аударғанда қорлау деген мағынада екен. Яғни сценарийдің түрлі нұсқаларында Рэмбо қорлықпен өледі, немесе өзін-өзі өлтіретін болған. Алайда продюсер рухты көтереміз деген пафосты финал болуын талап етті. Слай дәл солай жасады. Рэмбо кино әлемінде өмір сүру керек болды. Осылайша жыл санап экранға жаңа оқиғалармен оралып отырды. Рэмбоның сериалдары Роккиден де сәтті болғанына қарамастан, Сталлоне Рэмбоны жерлегенін, оны қайта тірілтпейтінін бірнеше рет айтқан еді. Тіпті Бен Ладенмен шайқастыру қажет болса да.
Бірақ бәрімізге белгілідей, бәрінде ақша шешеді. Көп ұзамай Рэмбо экранға қайта шықты. Слайдың ең басты қасиеті жеңіске деген талпынысы, үздіксіз күресі еді. Полицейлер мекені фильміне түсу үшін ол 30 килограмм салмақ тастағанда, өзгелер оның карьерасына сырттай нүкте қойған болатын. Сильвестр Сталлоне алтын таңғурай анти-сыйлық марапаттары бойынша көшбасында тұр. Ол осы уақытқа дейін түрлі марапаттарға 31 рет ұсынылған екен. Оның ішінде 10 рет алтын таңғурайды жеңіп алыпты. Мәселен, 1980 жылдары 10 жылдықтың ең нашар актері және 20 ғасырдың да ең нашар актері номинациялары берілді. Тек 2006 жылы ғана еңбегі бағаланып, абыройын қайта көтереді. Негізінде, анадай анти-сыйлықтардан кейін актерлардың көбісі үлкен экранға қайта оралғысы келмей қалады. Бірақ, Слай әдеттегідей арманынан алыстамай, кино тарихында өз орнын ойып алу үшін ештеңеге қарамай еңбектене берді. Слайдың тілектестері жетерлік. Десе де оны әлденеше рет шоу-бизнестен аластамақ болды. Қаржылай банкрот ретінде жариялады. Голливуд қарыздары үшін оның ресторанын алып қойды. Оның сәттілігіне қарағанда сәтсіздіктерінің көптігі сонша, А-класты кез келген актерден асып түсетін. Сондықтан да Слай өзі жасаған кино қаһарманы сияқты әр сәтсіздіктен кейін қалай болмасын күш жинап жеңіске ұмтылып отырады. Ол 2010 жылы ескі гвардияның басын қосып өзгеше бір туынды ұсынды. Сюжеті жалдамалылардың отряды туралы. Сталлоненің осы фильміне алтын таңғурай жылдың ең нашар режиссері номинациясын берді. Соған қарамастан бұл фильм жоғары рейтинг көрсетіп 3 рет прокатқа шықты. Слай 3 рет үйленген. 1998 жылдың мамырында өзінен 22 жас кіші америкалық модель Дженнифер Пламингке үйленді. 2012 жыл ол үшін өте ауыр жыл болды. Себебі бірінші некесінен туған тұңғыш ұлы Серж аурудан қайтыс болды. Сталлоне балаларының бәрі бірдей әкелік қамқорлығын аямаған, ештеңеге мұқтаж етпей өсірді. Сильвестр Сталлоне үнемі актер болуды армандады. Бірақ өзі сияқты әлемдегі 100 мың арманшыл жігітпен салыстырғанда оның мүмкіндігі нөлге тең еді. Оның актерлік білімі жоқ, актерлік тәжірибесі жоқ, беті мен мимикасы талайды шошытатын. Оның тіпті жай ғана жұбайының қолдауымен азда болсын ақшасы болған жоқ, ештеңесі жоқ. Бұл әлемде ешкім осынау итальяндық бейшараға сенген жоқ. Бірақ ол күллі әлемге арманның күшін, өзіңе деген сеніммен үздіксіз еңбекқорлықтың арқасында ең төменгі бейшарадан бәріне үлгі тұлғаға айналуға болатынын дәлелдеді. Иә, оның өмір жолы ештеңең болмаса да, ештеңеге қарамастан барлығына жетуге боларының айқын көрінісі. Ешқашан берілмеу қажет. Әрқайсымыздың өзіндік ерекшелігіміз бар. Егер саған қандайда бір қиындық келсе, 30 жасында ешкімге елеусіз жаннан өзіне деген сеніммен қайтпас қайсарлығының арқасында әлемді мойындатқан Слайды жай ғана есің ал. Достар, бұл жігіт жайлы сіздер не білесіздер? Оның ойнаған қандай фильмдерін жақсы көресіз? Ойларыңызды бөлісіңіздер. Біз үшін сіздердің пікір аса қажет.